Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум барша мен подписчиктерім. Бүгінгі 1 наурыз алғыс айту күнімен сіздерді құттықтаймын, және де барлықтарыңызға алғысым шексіз. Соның ішінде мынау жол патрульдік полицияларына мен алғысымды білдіргім келеді. Себебі осы мені енді әкімшілік енді әдейі жасамайсың ғой, кейде білместікпен істеп қоясың. Сол кезде маған ауызша ескертіп жібереді. Бір жол патруль қызметкерлерінше бір 10 шақты жаңағы қызметкер мен осы уақытқа дейін ескертіп жіберген. Соларға мен алғысым білдіргім келеді. Себебі ауызша ескертіп, мен өтініш жасаған кезде ауызша ескертіп жіберген. Кімді айтсаң сол көрінеді деп, мына жерде жол патрульдер тұр ғой. Себебі маған ауызша ескертіп жібереді сол жігіттерге мен рахметімді айтқым келеді. Оның енді мен видеосын, жаңағы несін сіздерге ат жөнін айтып, немесе видеосын көрсете алмаймын. Себебі бізді жаңағы видеоларды, ондай видеоны шығаратын болсаң, бізді департамент бізді аңдеп отырады видеоларымыз деп. Сондықтан жол патруль қызметкерлер, сіздерге рахмет, алғысым шексіз. Енді бар арасында енді өтініш жасайсың, жаңағы өздері жоқ деп хаттама толтырып жіберетіндер болады, ауызша ескертіп жіберетіндер болады. Сол ауызша ескертіп жіберген жігіттерге рахмет жігіттер, сендерге алғысым шексіз. Сендер нағыз еркексіңдер. Енді менде баяғыда басымнан мынандай бір оқиға өткен. Жаңағы жол патруль қызметкерлер тоқтатып, ауызша ескертіп мен жібереді. Содан мен оны жаңа ютубқа салам. Сонымен оны жаңа Түркістан прокуратурасы көріп, мына машинасын шығарасын көріңдер деп маған шығара көрген болатын. Сондықтан қазір әр видеоның салсақта заңдылық жағын көріп, тексеріп, сөйтіп салатын болдық. Және де кейбір жаңағы заңсыз хаттама толтырғандар да болды. Енді оларды енді сотқа беріп, соттан жаңағы хаттаманың күшін жаңағы жойып, 2-3 мәрте болған ондай жағдай. Кейбір жігіттер жаңағы өтінішімен яғмай толтырып жібереді. Енді заңсыз толтырады, біреулер заңды толтырады. Сондықтан негізі главный жаңа мен алғыс білдірейші деп неғаған едім ғой. Сол алғысым шексіз жігіттер, сендерге. Жұмыстарыңа береке, табыс тілеймін. Осы жақында да мені біреу ұстады. Негізі мен жүндігілейім бар еді, жүндігілейім. Сол жүндігілейім кезде көп ұстайтын еді негізі. Мына опионды осы жақында біреу ұстады, бірақ молодец, нағыз еркек екен. Мен ондайларды мужик деп білемін. Жаңа ауызша ескертіп жіберді. Енді адам енді әкімшілік құқық бұзушылықты енді жасаймын деп жасамайды, білместікпен жасайды. Кейде жаңағы байқамай қаласың дегендей ғана, ремень тағуды жаңағы мысалы ұмытып кетесің, болмаса пар жағын ұмытып кетесің деген сол сияқты ғой енді.